Байрақты бәсекенің ақтық сынына жолдама алған Түркістанның Тұраны мен Қызылорданың Қайсары бақ сынады. Биылғы маусым қорытындысы бойынша үздік атанған қос ұжым көрерменге ерекше ойын үлгісін көрсетті. 2 күнге жалғасқан финалдық сайыста алаң қожайындары басым түсті. Алғашқы күні 3-1 есебімен басым түссе, келесі күні 3-0 есебімен жеңіске жетті. Жақсы ойын болды, жақсы дайындалдық, күттік осындай финалда өзімізде алдында интервью бергеніміз болатын. Уәдемізде тұрдық, 3-ші рет болдық, мына Құдай қаласа. Алдағы жарыстарға дайындалуға дайынбыз. Ұлттық лигаға Құдай қаласа дайын болып тұр балдар. Финал өте жақсы өтті, балдар өте жақсы дайындалып келген. Қызылорданың балдар, жас балдар алдында бірінші орында жүрген. Бірақ енді тренердің айтуы бойынша өзіміздің жаңағы тактиканы қолдандық. Ойдағыдай шықты барлығы. Республика чемпионатының финалдық кезеңі Түркістанда өтуі тектен-тек емес. Себебі заманауи спорт кешені және рухани Астана тұрғындарының волейболға деген ерекше ықыласы. Турнир барысында плей-оффқа жолдама алған 9 команда көрерменге нағыз спорт мерекесін сыйлады. Осылайша Түркістанда ел чемпионатының нүктесі қойылды. Өскемендік жас берел командасы үздік үштікті түйіндесе, Қызылордалық Қайсар күміске қол жеткізді. Жергілікті жанкүйерлердің қызу қолдауынан шабыт алған Түркістандық Тұран командасы жеңістің ең биік сатысынан көрінді. Айта кетейік, Тұран командасы осылайша 3 жыл қатарынан ел чемпионы атанды. Нұрсұлтан Әзілді, Талғат Елеубеков, Түркістан 24. Кішкене мынаған жақындай берейін. Қалай өтті? Үштігін чемпиондарын алдағы жоспар. Биылғы жылда чемпионат 5 турдан өтті. 4 тур бойы очко жинап, плей-офф кезеңіне өттік. Енді 4 кезеңіне Чимкент облысы, Өскемен қаласы, Қызылорда облысы, Түркістан қаласы 4 команда шығып, бірінші орын, екінші орын, үшінші орынға ие болды. Қазіргі таңда енді бүгінде бірінші орын алып, Құдай қаласа, 3 дүркін чемпион болып жатырмыз. Бәріңізді құттықтаймын осы жеңіспен. Осы жеңісімді Құдай қаласа семьяма арнаймын. Енді финалдағы ойындар жақсы ойындар болды. 2 ойын кезең болды. 2 ойыннан болды. Берел командасымен, одан кейін Берел командасын 2-0 ұтып, финалға шықтық 1-2. Қызылорда командасын тағы да 1-2-ге шығып, бірінші орын алып, Құдай қаласа осы бірінші орынмен Түркістан облысы алдық. Құдай қаласа келесі жылға енді білмеймін, енді Суперлигаға шықсақ деген ойымыз бар. Енді қанша жылдан бері, біраз жылдан бері шыға алмай жатырмыз. Енді басшы құрамға енді үндеу деп айтайын, шықсақ деп армандап жүрміз. Түркістан облысының жігіттері. Ұлттық лигада намыс Құдай қаласа осы Түркістан облысын ұлттық лигада қорғасақ деген ниет бар. Қолға жеңіп өтесіз. Жүнісбек Ақберген Әбдіғаппарұлы, 1993 жылы.